Адвокаттың дауысы суық, жатталған сөздей тиек шықты. Менің клиентімнің күйеуі жай қарапайым механик. Жауапкершіліктен қашып жүреді. Балаға қамқор болуға лайық емес. Ол сөздер сот залында ауыр балғамен соққандай жаңғырып тұрды. Әйелім маған қарамады. Қараудың да қажеті жоқ еді, ол өзін әлдеқашан жеңімпаз санады. Сосын ол ақырын ғана, бірақ дәл жүрекке қадалғандай сөз айтты. Тіпті менің анамның жерлеуіне де келмеді. Мен оған көз тастадым. Ол менің неге бармағанымды жақсы білетін. Бірақ дәлелдей алмасымды да білді. Әзірге, осы сәтте сот қызметкері орнынан жылжып қолын көтерді. Құрметті сот мырза, мемлекеттік департаменттен адам келді. Мәселе шұғыл, деді ол. Зал демін ішіне тартып тып-тыныш бола қалды. Сұр костюм киген, сұлу жүзді ер адам кірді. Қолында қызыл мөр басылған құпия құжат. Мен арқа сүйіп отырдым. Жымиған жоқпын, бірақ жүрегім дәл күтпеген жерден тынышталып қалды. Біздің кездесуімізге 12 жыл болған. 8 көшедегі ескі гаражда оның әкесінің көлігін жөндеп жатқанмын. Ол кіріп келіп жол сұраған болып сөз бастаған. Жаздың иісін, қымбат әтірдің иісін алып келген. Мұнай мен темірдің арасында тұрғанына қарамай, ешқандай жерде жат көрінбейтін. Мен жай ғана механик едім, бірақ ол мені ерекше көргендей жылы жымиды. Ертесіне кофе әкелді. Сол сәтте түсінбедім, менің оған табына қарағаным ұнайтын. Мен оның қалауын орындап өмір салдым, үй сатып алдым, ол айтқан түс, үміт сияқты көкке боядым. Күн-түн демей жұмыс істедім. Барлығы ол үшін, ұлымыз үшін. Бір кезде бәрі тыныштыққа айналды. Үйге келгенде үнсіздік қарсы алатын болды. Телефонын төңкеріп қоятын, хабарламалар сиреді. Ұсақ нәрселерге бола ұрыс шығаратын. Кір ыдыс, түбіртектер, киімімнен шыққан май иісі. Содан бір түнде ыдыс жуып жатып бір бокалды көрдім. Артық жуылған, біз шарапты бірге ішпегелі қанша болған еді. Аптадан соң қонақ үй чегін таптым. Аты жоқ. Бірақ дата сәйкес. Карта нөмірі оныңдікі. Мен үндемедім. Сол сәтте адамдар сатқындық адамды сындырады дейді. Жоқ, ол адамды айқындайды. Мен бірден сұрақ қоймадым. Ашумен айқайламадым. Ол кезде асықпау керек еді. Адамдар сатқындық сындырады дейді. Жоқ, сатқындық адамды қайрайды. Жүректі мұз етеді. Ақымақтықты өртеп, орнына есеп тыныш жоспар қалдырады. Мен бақылауды бастадым. Қуу емес, үңілу. Ол қайда барады, кіммен сөйлеседі, қай аты жиі естіледі, бәрін есте сақтадым. Компаниядағы Эрик жай әріптес. Бір тойда оның қолын қысып амандасқамын. Сол кезде оның жүзіндегі менсінбеушілікті көргенмін. Мен оған лас қолды механик, ал ол өзін әлемнің иесі сезінген. Сол түн ішімді тоқтаттым. Ұйқы да азайды. Ойым бұрынғыдан айқын болды, тым тыныш, тым салқын. Оның анасының жерлеу күні қағазда, мен Варшавадамын. Ал шындықта Делавердегі ескі қоймада бұрынғы бөлімше сарбазымен бір шаруаны аяқтап жатқанмын. Өйткені мен механиктен бұрын мемлекет тіркемейтін нәрсе едім. Жаңалыққа шықпайтын операциялар, жоғалып кеткен адамдар, кездейсоқ емес тағдырлар. Ол бұл жағымды ешқашан білген жоқ. Білмеуі керек еді. Сатқындықты көргенде ғана сол көлеңкелі әлемге қайта кірдім. Мен тек бір адамның қарызын есіне салдым. 2013 жылы Кабылда өмірін сақтап қалған Пател деген жігіт. Қазір мемлекеттік департаментте киберқырағы. Бір пернені басып өткенді жоя алатын, не жаңа тағдыр жазатын адам. Рөйт 50 бойындағы асханада кездік. Сұрақ қоймады. Мен фотосуретті үстелге сырғыттым. Эрик. Ол дыбыссыз ғана бас изеді. 2 аптадан соң Эрик жайлы барлық шындық ашылды. Құпия аударымдар, жалған келісімшарттар. Және кішкентай фирма әйелімнің қыз кезгі фамилиясына тіркелген. Алаяқтық, салықтан қашу.
Екеуінде құртуға жететін дәлелдер. Бірақ менің мақсатым құлату емес. Мен дәлдік қаладым. Мен оның аяғының астындағы жер сырғанап кеткенін сезінгенін қаладым. Сот күні мен рөлімді ойнадым. Шаршаған, киімі көнерген адам. Сұр костюм жұмыс сұхбатынан қалған. Адвокаты мені тұрақсыз, сенімсіз деп мазақ етті. Ол басын изеп отырды, тым тыныш, тым сенімді. Бұл сот мені баламнан мәңгі айырудың соңғы қадамы деп ойлады. Сосын сот қызметкері сөйледі. Мемлекеттік департамент өкілі кіріп, мөр басылған папканы судьяға берді. Судья оқыды, көзі үлкейді, ерні қата бастады. Әйелімнің адвокаты абыржып: «Құрметті судья, бір проблема бар ма?» деді. Судья оған қарады. «Миссис Карвер, сіз федералды қаржы алаяқтығы ісінде жетекші тұлға ретінде тіркелгенсіз сияқты». Ол әп-сәтте ағарып кетті. Адвокаты сыбырлап, не істерін білмей қалды. Ал ол тек ырқылдап: «Бұл мүмкін емес» деп күбірлей берді. Бұл мүмкін емес деп дірілдеп айтты ол. Даусы да, қолы да қалтырап тұр. Мен қозғалған жоқпын. Тыныш тұрдым. Өйткені дәл сол сәтте оның әлемі құлап жатқанын көріп тұрдым. Үнсіз көрген ең тәтті кек бар, міне, сол. Қара костюмді жігіт бір қадам алға шықты. «Құрметті судья, миссис Карвермен жеке сөйлесуіміз керек». Судья ауыр күрсінді. Маған көз тастады. «Мистер Карвер, жағдайды ескере отырып, сіздің балаға қатысты құқығыңызға ешқандай күмән жоқ деп есептеймін». Мен оның көзіне қарадым, бірнеше ай бойы бірінші рет. Оның көзінде бұрынғыдай салқындық, менсінбеушілік жоқ. Тек бірақ нәрсе, қорқыныш. Сүнген, бірақ сенбейтін қорқыныш. Ол ернін әрең қозғап, сыбырлады. «Сен не істедің?» Мен жауап бермедім. Тек баяу бұрылып залдан шықтым. Кейбір соғыстар айқайсыз ұтылады. Кейбір сатқындықтар үнсіз жазаланады. Ал кейбір әділдік жай ғана дұрыс уақытта дұрыс есік ашылады.